Армысыздар ардақтағы ағайын, сәлеметсіздер ме қадірменді теледидар көрермендері. Тәуелсіз еліміздің тағы бір жайымыз жоқ таңында дидарласып тұрғанымызға қуанышымыз шексіз деп, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Кезектегі кейіпкеріміздің өмірі өнермен өрнектелген, әуелеген әнімен халқымызды ғана емес, мұхит арты елдерінде тәнті еткен, Өзбекстанға еңбегі сіңген Маулида Айнақұлова. Назарларыңызға Маулида әпкенің өмірі мен өнері жайлы көрген білгенімізді ұсынамыз. Көріп, тамашалаңыздар. Топырағы киелі Ташкент облысының Төмен Шыршық ауданы талай таланттарды тудырған қасиетті мекен. Бұл пікірге айтар дәлеліміз жеткілікті әрине. Бір ғана өткен ғасырдың соңғы ширегінде өлкедегі өнер әлемінде көкке қалықтап, киелі сахнада ән шырқаған бірнеше өнерпаздар өз орнын ойып тұрып иелеген. Солардың қатарында әңгімеге арқау еткен Маулида Айнақұлованың аты алтын әріптермен әрленеді. Күн ертең не боларын ойламаған, шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайда маған, шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайда маған. Біз міне жастығымыздан осы Жұмағыл ауылында өсіп үлкейдік. Осы оқытушыларымның арқасынан бүтін жер жүзіне айландық. Қазақша өлеңдер айттық, өзбекше өлеңдер айттық. Бүтін жер жүзіндегі тілдерде өлең айтып, бүтін жер шарын айланып шықтық десек болады. Барлығы осы біздің Жұмағыл ауылдағы оқытушыларымыздың бізге берген сабақтары, өрнектерінің арқасынан болды. Қызыл гүлдерді көріп, жастығым есіме түсті. Искусствоға келген вақтарымызда көбінше осындай гүлдердің аралығында нелерде съемкалар болатын еді. Өзімізді гүлге ұқсаған жап-жас едік. Міне өмір өтіп, одан да ашылып кеттік десек те болады. Енді мен бір өлең айтатын болсам, мені кім естіп тұрған болса, со жүрегімен қабылдап, көздерінде қуаныш көрсем, сонда мен рахаттанамын да. Келешектегі осы жастарымыз, әншілерімізге сондай тілегім бар. Өлең айтқанда жаңағы өзінің профессиясын жақсы көріп, адамдарды қандай қылып құрсан қыламын деген деп сахнаға шығуларына тілеп қалам да. Қанша адам өлеңді естігенде көңілі де жасарады, өзі де жасарады. Соның үшін мен өте қуаныштымын осы профессияны таңдағаныма.
Kimni maftun etmaydi, kimni maftun etmaydi, kimni maftun etmaydi, kimni maftun etmaydi. Muhammadjon Mirzayev kelib, repetitsiya qilib o'tirgan edik. Gavhar opam hammamiz aytdiki, mana dedi, ikkita qiz kelibdi dedi, marhamat talantliga dedi, Oqqo'rg'ondan dedi, Soldatskiydan dedi. Shunaqa ashula aytyapti dedi. Garmon chalib, birga dedi, borib ko'rmasak bo'lmaydi dedi. Gavhar opam aytdi, hozir to'xtab tur, repetitsiya tamom bo'lsin, keyin yo'q dedi, hozir ketamiz dedi. Bo'lmasa olib ketib qoladilar u qizlarni dedilar. Birovlar olib ketib qoladi dedi. Gavhar opam bilan Mirzayev ketishdi-da, keyin bir 2-3 kundan keyin Mavluda bilan Urbugulni ikkalasini olib keldilar. Shunaqa chiroyli qizlar, shunaqa ikkalasi ham bir-birisidan chiroyli. Ana Bibi Ahmedova degan bor edi, ashulachi qizimiz. Opa dedi, men dedi, shu qizlarni oling dedi, men dedi, Xorazm nimasiga o'rgataman dedi. Xalpa yo'llariga, xalpa yo'llarda kerak bo'ladi dedi, bo'ladi dedi. Shu bilan bular bizga ishga keldi, repetitsiya boshlandi. Shu bilan Gavhar opam to'y kartinasini boshladilar. To'y, Xorazm to'y kartinasini. Bular ikkalasi shu xalpa kelin kelayotganda chalib, muboraklarni aytib kiradilar ikkalasi. 70 жасқа толған мерейтой қарсаңында оның нағыз жанашыр бауырлары мен әріптестері бас қосты. Әсіресе Өзбекстанға ғана емес, әлемге аты әйгілі Ләзги би этнографиялық ансамбльдің әншілері мен бишілері өткен күндерді еске алып, бір жасарып алды. Endi bularni shunaqa qabul qilishardi, endi konsertlarda yangi ovozda, yangi nima. Birinchi bularni gastroli Tunisda. Bütün Arab mamlakatlardan yig'ilganlar kelib shu yerda festival bo'ldi. Shunda Urbugul, Mavluda ikkalasini opa tayyorladi bularni. Tayyorlab, yaxshi bir arabcha bir qo'shiq bor edi, shuni o'rgatdilar. Ikkalasi sahnaga chiqib shu arabcha qo'shiqni aytishi bilan qarsak chalib, shunaqa qarsak chalishda o'tirgan xalq endi arablar edi-da, o'sha o'tirganlar ham hammasi arab edi. Shunaqa qilib bular o'sha konkursda birinchi o'rinni olib kelishdi. Qanaqa xursand bo'lganingizni ko'rsangiz, Gavhar opam yig'lavordilar o'sha yerda turib. Hech kim bularni qozoq qiz demas edi. Bahar konцерт залындағы болған конкурстан республиканскийден Мұхаммаджан Мирзаев пенен Гауһар Рахимовалар халық артистері көріп, сонымен біздерді жұмысқа алмақшы болып, Сәбит ағайға звондап айнаған кезінде біз о артист болатқанымызды білген жоқпыз. Хайп болып сол жерде және бір айтамыз да, сонымен қайтамыз деп ойлап барсақ, сондайға алған, үйге шақырып тұрды, Тамара ханым шақырып тұрды. Сәбит ағайға айтқан, әпкел шәкірттерің деген 9-шы классы бітіргізіп Ләзгиге әпкеп қойды. Сөйтсек, сентябрьде, сол жылы сентябрьде 72-ші жылы Қазақстанда Өзбекстанның 10 күнді декада соған қазақша номер менен баруымыз керек екен. Тамара ханым бізге қара торғайды үйретті де Мавлю екеумізге. Би қойды соған. Сонымен Алматыға бардық. Мавлю екеуміз қара торғайды айттық. Біздерге костюм тіккен шикарный. Айттық, сонымен декадан өткізіп келдік.
Қазақ мектебінде оқимыз, орысша білмейміз, өзбекшені үйретті. Енді оған тіл акцентіміз болады. Өзбекше Гүлнар деген Мұхаммаджан Мырзаев музыкасы, Ямин Құрбан шері менен Гүлнар деген әнді үйретті. Екеуміз айттық, радиоға запис қылды. Содан ары қарай кейін асты үйреніп, бірінші айтқан әндерімізде акценттеріміз болған болса, кейін осы менен сөйтіп үйреніп кетті ғой мен. Gavhar opa Mavludaxonni bizni muzeyga olib keldilar. San dedilar, mana shu Mavludani Tamara xonimning qo'shuqlarini o'rgatasan dedilar. Men o'rgatamanmi desam, ha endi mana shu yerda ishlaydi, shu yerda hali nimasini ko'ramiz dedilar. Bir kuni Navro'z bo'layapti mahallada. Shu yerga birga borasizmi dedilar. Xo'p dedim, bordim birga. Men shu yerda birinchi marta Mavludaxonni qanaqa qo'shiq eshitishini eshitdim. Bu ovoz, bu haligi nima, bu diapazonni kengligi, bu ovozdagi shira, men aytdim, dedim, juda zo'r bu dedim. Keyin qaytganda shu Mavludaxon bilan birga shu davrdan ish faoliyatini boshladik. Tamara xonim repertuariga xos bo'lgan qo'shiqlarni Mavludaxon o'z repertuariga kirita boshladi. Birinchi qo'shiq O'zbekiston Gulzor qo'shig'i bo'ldi. Shu qo'shiq juda chiroyli chiqdi Mavludaxon ijrosida. Keyin estradada qo'shiq kelayotganini izhor qildilar. Diloramxon Omonullayeva bilan ko'rishdik. Diloramxonga Mavludaxon shuni estradada bir hali ijod qilmoqchi ekanlar. Shunga yordam bersangiz degan taklif bilan murojaat qildik. Diloramxon yo'q demadilar. Qo'shiqlar qator yaratildi. Mavludaxon ijro etdilar. Shuning asosida bir chiroyli film yaratdik. Buncha barvaqt keldi u, bunda balki yordan. Buncha barvaqt keldi u, bunda balki yordan. Dilginamga bir nafas, shunday sabah keladi. Dilginamga bir nafas, shunday sabah keladi. Bu ansamblda men juda ham yaxshi insonlarni uchratdim. Men Uyg'ur millatga mansubman, lekin bizaniki ansambl juda ham bir oqibatli, mehrli edik. Shu ansamblda men Mavlud opamni uchratib qoldim. Biz mana shu ansamblda ko'p narsaga ega bo'ldik. Men Mavlud opam bilan opa-singil bo'lib qolganmiz. Men 74-yilda Lazgi ansambliga raqqosa bo'lib kelganman. Shu 74-yilda Mavluda Aynakulova bilan tanishganmiz. 75-yilda ular turmushga chiqdilar. Bolalari bilan gastrollarga birga borardilar. Yaxshi ona, doim bolalarini yonlaridan qo'ymas edilar. Xo'jayinlari Hakim aka ham har doim podдержка qilib turardilar ularni. Mavlud opamni keyin birovlarga yordam berishni xohlaydi. Mavlud opamga nima deyman? Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana shu jigarlarining baxtiga, bolalarining baxtiga har doim omon bo'lib, shularga bosh bo'lib yursin. Har doim mana shu gullardek ochilib, sochilib yursin. Rahmat.
baksa ki feryadına Sevgen kemal ki Кейіпкеріміздің өмірін сахнадағы өнерпазбен мүлдем салыстыруға келмейді. Өзіндік өмірде талай қиыншылықтарды қайратымен жеңген қажырлы да қайсар қыз әке арманын өмірдің мазмұны мен мақсаты деп білді. Мәулдің көп жақсы қасиеттері көп еді. Ол қыздармен көп сөйлей бермейтін, тұйық өзі сондай, бірақ әзілді қатырып қоятын едім. Бірге әзілдесі, өрбөгөлмен, рахматлы, Алмагүл әпшеміз, бәріміз. Жастықта бәрінесі болғанға, мынау, гастрольге барғанда Рафик көке автобусында апарар еді. Әзілдесіп, бәріміз қажықсы сөйлеп кете беруші едік. Бәрі түсінетін. Ол кезде өзбекше онша тіліміз келе бермейтін еді. Құдаға шүкір енді біраз істегеннен кейін үйрендік оның бәрін. Әрізімші сөйледік, ауа деп. Бір-бірімізге әзілдесіп, қалталарында біресе сап қоятынмын, сөйтіп әзілдетіп. Сөйтіп менен көріп барлығы сразу біліп қоятын еді. Барлығымыз бір-бірімізді, сен үлкен, сен кішкентай деген жоқпыз, бір-бірімізді сүйеніш болып, әйтеуір жұмыс істедік. Міне әзірге дейін келіп жатырмыз, бір-бірімізді жоқтап тұрамыз. Құдаға шүкір, осы адами қасиеттеріміз жоқ болмасын ешқашан. Аман сау жүре берейік, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын. Жетпіс жасқа толған мерейтой қарсаңында оның нағыз жанашыр бауырлары мен әріптестері бас қосты. Әсіресе Өзбекстанға ғана емес, әлемге аты әйгілі Ләзги әнби этнографиялық ансамбльдің әншілері мен бишілері өткен күндерді еске алып, бір жасарып қалды. Әпше 70 жастарыңыз құтты болсын, юбилейлеріңіз. Осындай жастардың құда қаласа 100 жастарға кіріп жүрулеріңізді Аллах нәсіп етсін. Атам енемізден біз орта ерте қағамыз. Сондай вақытта біздің әпшем бізге ана қам ата болған. Әпше, сіздің санатыңызды ел жұрт біледі. Осындай сіздің санатыңыз ұзақ жылдар және де көркіресін. Ел жұртымызға қызмет қылып жүре берің. Біз сізді жақсы көреміз, өміріңіз ұзақ болсын. Әпшем мен апам әке, хам, ана болған. Осы мектеп уақытында естимін. Бір бізге не жарайтын болса әкелер еді. Сумкамызы бар ма, басқа бар ма? Жүде ел жұрттен кәм қылмаған әпшем. Әлі де хамамызға бас болып жүреді. Өмірлері ұзақ болып, бір мамамыз 100 жасқа кірген. Мамама ұқсап, апам әпшемде 100-ден асып, осындай юбилейлердің көбіні қылып жүре беру хамамызға насып қылсын. Яғайын, халық ақылда өнерде адамды көкке жетелейді дейді. Көріп куәсі болғаныңыздай, көркіне ақылы сай Маулуда Айнақұлова әлде қашан көкке жеткен өнерпаздардың бірі. Сөз соңында достық пен татулықтың жыршысы болған өнерпаздардың шығармашылығы шарықтай берсін, шабыталар елдің тыныштығы мен татулығы арта берсін дей отыра, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше көріскенше күн жақсы ағайын. Аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашанда шуақты болсын.